Серхат анасынан әкесінің тағы бір ұлы бар ма деп сұрайды. Бірақ анасы бәрін жоққа шығарып, әңгімені жалғастырудан бас тартады. Серхат, сен әкемнің басқа әйелі болғандығын айтқансың, ол әйелден баласы болып па еді деп сұрайды. Анасы ашуланып, ендігәрі ол әйел туралы менен ештеңе сұраушы болма дейді. Серхат әкесі үйден кеткен кезде оның көлігінде бір баланы көргенін есіне түсіреді. Анасының одан бір нәрсе жасырып айтқысы келмей тұрғанын түсінеді. Ибру үйіне оралады, ал әкесі оны кешіріп қабылдайды. Азра Жиханнан аяғы ауыр екенін біледі, бірақ онымен бірге барудан бас тартады. Жиханды тастап баланы жалғыз тәрбиелеуге бел болады. Бірақ Жиханның өз көзірі бар еді. Ол Азраға қатысты жинаған барлық айыптау дәлелдерін полицияға тапсыруға уәде береді. Егер ол мұны істесе, ешбір сот Азраға баланы қамқорлыққа беруге рұқсат бермейтінін айтады. Азраның үйге оралудан басқа амалы қалмай Жиханның айтқанына келіседі. Беррак Тибеттің денесін анықтау үшін полиция бөлімшесіне әкелінеді. Тибетті біреу пышақтап өлтірген екен. Полиция Тибет өлмес бұрын Жихан оны өлімші етіп сабады деп арыз жазғандығын, бірақ кейін өз мәлімдемесін қайтарып алғанын анықтайды. Солайша Жихан кісі өлтіруге қатысты басты күдікті болып, полиция одан жауап алу үшін үйінен бөлімшеге алып кетеді. Беррак Серхатқа: полиция бөлімшесінде болдым. Полиция Тибетті біреу өлтіргендігін және өлтірген адамды іздестіріп жатыр. Тибетті өлтірген мен екенімді білсе, менің біткен жерім сол. Сен Ниджатты таптың ба? Одан қылмыс құралы пышақты ала алдың ба деп байбалам салады. Серхат: әлі ала алмадым дейді. Беррак: қарғыс атқыр, мен саған сендім, сен мені қорғаймын дегенің қайда дейді. Серхат: қолымнан келгеннің бәрін жасап жатырмын. Ниджаттың менімен қандай байланысы болуы мүмкін білесің бе? Оның да тегі Теджер екен. Толықтай сенімді емеспін, бірақ ол менің інім болуы мүмкін дейді. Беррак: өтінемін, тезірек пышақты тап. Мен түрмеге түссем, Хаял мен Илкімнің жағдайы не болмақ? Қыздарым үшін сен анау пышақты табуың керексің дейді. Серхат Жиханның полиция бөлімшесінде екенін біліп сонда келеді. Ол ағасын құтқарғысы келеді. Өйткені соңғы рет Жихан оның кінәсін өз мойнына алған еді. Зейнеп бұған үзілді-кесілді қарсы болады. Егер ол Тибетке жасалған шабуылды мойындаса, Беррак туралы шындықты айтамын деп шарт қояды. Полиция Жиханнан түсініктеме алып үйіне қайтарады. Тулай Беррактың Тибетті өлтіргеніне күмәнданбайды. Ол бұл ақпаратты Серхатқа сатуды шешеді. Тулай Серхаттың бұрынғы әйеліне қарсы бұл айыптау дәлелдерін пайдалану үшін жақсы төлейтіндігіне сенімді болады. Беррактың анасы Берракқа өз мақсаттарына жету үшін Кадерді пайдалануға кеңес береді. Илким мен Хаялды қызғандыру үшін Кадерді сүйетіндей болып сеніміне кір дейді. Дәл сол сәтте Кадердің мектебінде ана мен баланың мерекесі болады. Беррак мүмкіндікті пайдаланып іс-шараға қатысады. Беррак Кадерден кешірім сұрайды, ал аңқау Кадер оған тағы да сенеді. Екеуін көрген Илким мен Хаял аналарын қызғанып қалады. Ибру мен Азра арасындағы болған оқиғадан кейін Зейнептің әкесі Зейнепке тезірек Кадерді алып Серхаттан ажырасуды сұрайды. Зейнеп Серхат екеуі араларындағы сезімдерін ұзақ уақыт жасыра алмайтындығын түсінеді. Серхатқа әкесінің айтқандарын жеткізеді. Серхат Ниджаттың әкесі өзінің әкесі Юсуф Теджер екенін анықтайды. Ниджаттың анасы әкесі үйден кеткенге дейін бір ай бұрын қайтыс болған екен. Серхат анасының бәрін білетіндігін біліп, анасын тағы сұрақтың астына алады. Севим күйеуі үйден кетпес бұрын одан Ниджатты тәрбиелеуді сұрағанын, бірақ ол бас тартқанын мойындаудан басқа амалы қалмайды. Анасымен сөйлескеннен кейін Серхат қыздарынан ештеңе жасырмауға шешім қабылдайды. Бірақ Зейнеп қыздарға дәл қазір ештеңе айтпай-ақ қояйық, әлі уақыты келеді, олар мені жек көріп кетеді, қабылдамайды дейді. Серхат жоқ, айту керек деп Илким мен Хаялға Зейнепке деген сезімі бар екенін айтады. Қыздар басында қарсы болып қызғанады, бірақ әкесінің бақыты үшін олардың қарым-қатынастарын құптайды. Пилин Берракқа: мен саған Тибетті өлтірген пышағыңды беремін, ал сен Ниджат үшін Серхаттан қонақ үйдің жартысын алып қоясың деп шарт қояды. Беррак өзінің үмітсіз жағдайда екенін түсінеді. Серхат қонақ үйден ешқашан бас тартпайды деп ойлайды. Күтпеген жерден Серхат келісімге келеді. Бірақ Ниджат күтпеген қадам жасайды. Ниджат Серхатқа пышақ Берракта екенін, ол сені алдап отыр. Қонақ үй маған емес, оған керек. Ол пышақты өз ауласына жасырды деп хабарлама жібереді. Сол кезде Серхат
қонақ үйдің жартысын Бераққа беремін деген келісімге қол қоюдан бас тартады. Содан Берақты ертіп оның үйіне келеді. Пышақтың ауладағы гүл вазасының ішінде жатылғанын біліп вазаны сындырады. Берақ өз көзіне өзі сенбейді. Пышақ менде емес дейді, шын айтамын дейді. Серхат оған сенбей кетіп қалады. Ал бұл Ниджаттың ойыны еді. Оның көздегені Серхат пен Берақты ұрыстыру еді. Зейнеп пен Серхат ата-аналарын кешкі асқа шақырып, жақындарына сезімдері туралы айтуды шешеді. Серхат сөзін бастамақ болып тұр еді. Елкем, әкем мен Зейнеп шынымен кездесіп жүр, олар бір-бірін жақсы көреді деп айтып салады. Селим Зейнепке, өтірік айтыпсың ғой, Кадерді асырап алған соң оны аламда кетем деп едің. Әу баста көздеген мақсатың осы екен ғой дейді. Серхат анасына, Зейнепті енді даттаушы болма, ол менің әйелім дейді. Сол кезде есік қоңырау басылып, ішке Беррақ кіріп келеді де, барлықтарың жиналып қалыпсыңдар ғой, жақсы болды, онда барлығыңда тыңдаңдар. Мен Кадер менің қызым екендігін растау үшін сотқа беремін. Сондықтан сендер Кадерді асырап ала алмайсыңдар дейді. Осылайша Серхат пен Зейнептің бірге болуына тағы да кедергі жасамақ болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта Гүлдер сыры түрік сериалының бөлімдерінде каналыма шолу жасайтын боламын. Үлкен рахмет.